Алло. Неменеге жазып хабарласа бересің? Мен саған айттым, өзім звондаймын деп. Я, енді кездесеміз ғой, қазір шығамын. Давай. Қайда бара жатсыз? Анау, Дастан хабарласқан ғой, сонымен жолығу керек болып жатыр. Осы ше, біздің Адиктің басында неше орай бар? Енді екеумізді алған қарағанда 2 орай бар шығар. Сол екеу емес, 3 сияқты. Неге? Жайша ма? Бағана Адик телефонмен сөйлесіп жатқан. Естіп қалдым. Кім дегенем, Дастан деді да кетіп қалды. Енді Дастанмен сөйлескен шығар, күніге сөйлеседі ғой. Вот именно мен білем ғой Дастанмен қалай сөйлесетінін. Ол бірімдай сәл басқашалау сөйлесті да, как будто қызбен сөйлесіп жатқан сияқты болды ма, бір сондай. Вот он бағана. Жетпей жүра 2 әйелі бар. Не ғой? Звондасаңызшы. Кімге? Дастанға? Дастаны несі? Дастан аға дейсеш, жап-жас болып. Ұялмайсың? Звондасаңызшы енді. Ұялмайды екенсің. Алло? Сәлемдеке қалайсыз? Я, өздерің қалайсыңдар? Жақсы. Адикке телефон берші. Кімге? Адикке. Саған кетіп еді ғой, мен звондасам алмай жатыр. Адикке ма? Я, Адик осында жаңа келген. Жаңа су алам деп магазинге түсіп кетті ау деймін. Телефоны машинада қалып кеткен шығар. Келген соң звондасыншы. Жақсы айтам. Елки-палкидің баласы ай. Нағып айтып қоймайды. Туй, не үшін саған кетті деп айтасыз? Білесіз ғой, еркектер бір-бірін сатпайды ғой. Қайдан білейін? Бәлкім шынымен де Дастанға кеткен шығар? Сен шығарсың қателескен. Алло. Адик сен ауышсың ба, қуасың ба? Бір ауыз айтып қоймайсың ба? Ана қатындарың іздеп жатыр ғой сен. Ұсталып қала жатадық қой. Мен қазір сен жұмыс жағына барам, кет қалмай, ама? Күтші мен. Давай. Онда кімге? Айданаға звондап көріңізші. Дастаннан бәрін сұрап біліп алады да. Сен тоқал. Адамдар бір-біріне шақыстырып, өзін сүттен ақ судан тап-таза отырмақшысың ба? Жоқ, енді сіздің жасыңыз үлкен деп, сіздің алдыңызды кеспейін деп сыйлап жатырмын да. Енді білесіз қой, сізді бәрі жақсы көреді, мен ешкім жақтырмайды. Нем бар айтпесе? Жарайды. Онда Айданаға звондап таппай жатырмын дейін, Алло, Айдана, привет, қалайсың? Күйеуің үйде ма? Сол жай Адикті іздеп сенен сұрап жатқанымыз ғой. Білмеймін, бірге жүрген шығар. Екеуің әйтеуір басы болса әңгімесі таусылмайды ғой. Жоқ, не деген қанағатсыз адамсың, Сен не деп едің? 2 әйел алсам болды, қоям деп едің ғой. Қойсай болды ғой. Дастан, ана қызды көрсен бар ғой, әйелің бар екенін ұмытып кетесің. Тәп-тәтті қыз. Ана мынау жігітке қарамайды. Мен саған таң қаламын. Қалай сындырып аласың, Енді ол тактика ғой, досым, тактика. Короче, үйге продукт аламын деп магазинге бардым. Магазинге барсам, әдемі, зындай соска бір қызды көрдім. Ана қызды көрген кезде 2 әйелім бар екенін ұмытып, баяғы подкатыммен жақындаймын ғой, короче. Кешіріңіз, қарындас, сағатты айтып жібересіз ба? 20-шы ғасырдың подкатымен 21-ші ғасырда не істеп жүрсіз? Просто сізді таңғалдырайын деген да бірден. Мені таңғалдыру оңайға түспейтін сізге. Сізді таңғалдырсам не істейсіз? Давай 1 сағаттан кейін осының сыртында жолығайық. Мен сізді таңғалдырамын. Хорошо. Кет қалмайсыз ба? Да. Все, күтіңіз.
айтып отырсың ба, бабник десе бабниксің ғой. 2 әйелің бар. Еще әп-әдемі қызың бар. Көре алмаймын сені, көре алмаймын. Уй. Дастан, менің әйелдерім явно Айданаға звондап қойды. Қазір екеуміз үйге барған кезде бізден сұрайды, қайда болдыңдар, не істедіңдер деп. Сол кезде екеуміздің жауабымыз бірдей шығу керек. Қойшы, болды, бауырым керек емес. Осындай косяктарға мені араластырмашы, мен паспын. Дастан, досыммын ғой, көмектессейші. Жоқ дедім ба, жоқ. Білесің ғой бізді қатын мінезіне. Дастан, боди. Не дейміз сонда? В общем, бетеміз. Қайда жүрсің? Қайда жүргенде Дастанмен әңгіме айттық. Не істедіңіздер? Не істегенде сол әңгімелесіп отырдық. Не әңгіме айттыңдар сендер? Анау жаңа машина көргем. Мықты екен, жылы, жаңа, состояние жақсы, не битый, не крашеный. Бамперлері дәвше, жылы, жап-жаңа. Состояниясы добана машинаның. Білмеймен, сол машинаны да алат шығам. Тамақ ішесің ба? Жоқ, тойып келеді. Тамақ ішесің ба? Қарным ашып өліп тұр мен. Жүр. Şık